Сәлем бәріңізге, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пицца жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын осы қызыл подписаться кнопкасын басып, және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге осындай лаваштың түрі керек. Оны екіге бөлеміз. Сосын колбасамызды турап аламыз. Колбасаны өз қалауларыңызбен. Мен осылай ұзынша қылдырып турадым. Сіздер екіге бөліп те немесе домалақтай да салуларыңызға болады. Және сырымызды осылай теркадан өткіземіз. Бұл пиццаны жасауға небәрі 3-ақ минутыңыз кетеді. Және майонез пен кетчуп керек бізге. Майонез бен кетчупты лаваштың бетіне осылай жағамыз мөлшермен. Лаваштың барлық бетіне жағып шыққаннан кейін бетіне жәнегі туралған колбасамызды қоямыз. Екінші жағына тағы да біразын алып қаламыз колбасаның. И бетіне сыр қосамыз. Сыры көбірек болса, колбасамыз өте дәмді шығады. Жәнегі айтқанымдай, екінші жағы да босқа қалып қалмау үшін осылайынан тура жәнегі алдындағыдай сыр, колбаса бәрін қойып шығамыз. Осылай екеуін де дайындап аламыз. Енді микроволновкамызды ашып, 1 минутқа, 2 минутқа микроволновкамызға байланысты қоясыз. Не уже біздің пиццамыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай сыры еріп, өте дәмді шығады. Екінші жәнегі кесілгенде тура осылай салып, микроволновкада пісіріп шығамыз. Не көріп тұрғандарыңыздай, біздің пиццамыз небәрі 3-ақ минутта дайын болды. Пиццаны шаймен ішіп, дәмін татуларыңызға болады.